Сәлем достар, сіздермен бірге мен IT бала. Бүгін біз сіздермен Scratch-тың екінші тақырыбын өтетін боламыз. Бұл жерде біз бұл келбет, яғни внешний вид блоктарын өтеміз. Бұл жерде біз кейіпкердің өзінің келбетін және оның түсін, эффектілерін және айтатын сөздерін және оның сыртқы көріністерін өтетін боламыз. Біріншіден, бұл бізге спрайт деп атаймыз бұларды. Бұлар қаяқтан келеді? Оларды біз бұл тырнақша деп аталған спрайт. Бұл Scratch программасының символы. Scratch деп атайды. Scratch, ал қазақша тырнақшы. Ал бұларды біз бұл әу бастан кірген кезде тұратын ойыншы. Ал біз басқа ойыншылар алу үшін мына жердегі 4 нәрсенің бірінен ала аламыз. Бұлар оны файлдан басып алу, яғни интернеттен. Ал бұл сюрприз, яғни библиотекадағы нелердің біреуін, любой біреуін таңдап бізге береді. Ал нарисовать, яғни салу, өзіңе спрайтты салып аласың. Выбрать спрайт, яғни бұл библиотекасы. Библиотекаға кірсек, бізде әртүрлі нелер бар, кейіпкерлер көп. Олардың өзінің үстіне мышканы тигізген кезде, олар өздерінің әртүрлі костюмдері өзгеріп көрсетіліп тұрады. Мысалы, мына кірпіні алатын болсақ, міне оның костюмдері. Hedgehog деймін. А, міне мынандай костюм. Б, аяқтары өзгерді, міне. С, аяғы тағы. Енді мына Д-да отыр. Ал Е-де ұйықтап жатыр. Яғни осылай. Ал сюрприз десек, осы библиотеканың ішіндегі нелердің біреуін береді. Фонда да дәл солай. Және бірақ оларды салған кезде олардың кішкентай жеріне салып қоя алмаймыз. Оларды полный жеріне салуымыз керек. Себебі ол біздің нелердің сыртқы көрінісі. Ал оларды жаттау, оларды жасау үшін біз мына әртүрлі блоктарды қолдана аламыз. Олар бізде ойыншылардығын салғанда оңай болады. Рисовать етеміз. Мына жерде костюм атауын. Мынау кисть. Біз бұнымен саламыз. Үстіп саламыз. Мынаны бассақ, бұны кері қайтарып береді. Ал мынаны бассақ, қайта алдындағыны алып келеді. Ал мынау кисттің өлшемі, яғни қаламның жуандығы. Ал бұл, мынаған қарасақ, бұл бізде жақтаулары. Жақтауларымыз ақ свет, қара свет қоюға болады. Яркость, жарықтығы, насыщенность, ақшылдығы, цвет, яғни цветті кәдімгі қызыл, көк, сары, ақ дегендей цветтер. Заливка, ал бұл оның іші. Және біз бұларды бар нелерді алып мына белгілеп алсақ, олардың қай точкілерде майысатындардың бәрі осы жерден шығады. Біз оларды былайынан басқаша етіп тастауымызға болады. Бүйтеміз де, мына кез келген жерден бұрып жүреміз. Егер өзіміз сала алмай жатсақ, осындай жерлерден істеп алуға болады екен. Келесі, бұл кесті өттім. Мынау өшіргіш. Өшіргіштің көлемі бұл 40 болып тұр. Ал біз оны түсірсек 39, міне. Көлемі кішірейді. Және бұл полный бояу көп жерде кездеседі. Мысалы, біз мынандай не салдық, міне. Іші уже боялып тұрады. Егер біз мынерден басқа нәрсе алайық, көкшілде түс, бассақ, оны біз бояп жібердік. Ал бұл текст. Ал мынау шрифттері, яғни әртүрлі міне жазудың түрі. Мынау сызық, ал мынау домалақ. Ал мынаған келетін болсақ, бұл бізде төртбұрыш. Біз бағана айтқандай, міне контуры 1. Егер біз бұны арттыратын болсақ, оның жуандығы да үлкейе береді. Өзінің контуры үлкейе жатыр. Көрдіңіздер ғой. Енді оны түсіріп жіберсек, 0-ге қойсақ, ол мүлдем жоқ. Яғни осылай біз нені жасай аламыз. Ал мына передний план
дегендеріміз бұл затты алға не артқа қою. Мысалы, мынаны белгілейміз. На передний план десек, бұл заттардың алдында тұрады. Міне, вперед алдына жібердік. Енді бір затты шығарсақ, оның алдында жауып тұрады. Ал енді бұл кодтауға кірсек, бұл жерде біз говорит привет 2 секунд. Яғни 2 секунд бойы привет деген сөзді жазады. Міне, привет 2 секунд тұрды, өшті. Ал мынау жай ғана айтады. Привет. Міне тұрып қалды. Енді мына думать дейді. 2 секунд. Ойлайды. Және кәдімгі думать. Ол кәдімгі тұрады. Ал изменить костюм, яғни мына оның костюмдары. Бірінші костюм, екінші костюм. Біз осы жерден көріп аламыз да, мына жерде изменить костюм деп мына жерден жазамыз. Бағанағы 2 костюмнің аты тұр. Ол костюмдар осы жерден өзі шығып тұрады. Міне бастақ, міне. Костюм өзгерді, костюм 2-ге қойып бассақ, костюм тағы өзгерді. Ал мына следующий костюм, бұл бірден келесі костюмге өткізеді. Келесі костюмды баса берсек, ол келесі костюмге кетеді. Егер алдында костюм жоқ болса, ол ең бірінші костюмге қарай кетеді. Переключить фонда соған ұқсайды. Тек изменить костюм емес, переключить фон деп жазып тұрады. Бұл жерде де сондай фонның 2 түрі, бізде 2 түрі бар. Біз өзіміз қазір ғана аштық. Міне фон 2, фон 1, екеуі де таза. Біз бұны екіншісін қазір ғана аштық. Енді переключить фон на следующий фон, предыдущий фон, случайный фон. Яғни, мына жерден белгіленген фонға ауыстырамыз. Мысалы, фон 2 десе, фон 2-ге қоямыз. Следующий фон десе, келесі фонға ауыстырып жібереміз. Предыдущий фон десе, өзінің алдындағы бұл фонға ауыстырамыз. Ал случайный, яғни кез келгені. Следующий фон, ол мына жердегісі. Міне, переключить фон на следующий фон. Ал бізде қазір бірақ фон болғандықтан ол өзгермейді. Изменить размер, установить размер. Бұл размер дегеніміз бұл көлем. Изменить өзгерту, установить орнату. Мысалы, біз мынаны 10-ға өзгерте білсек, ол үлкейеді. Размері 10%-ге артады. Ал установить размеріне 100, яғни 100%-ге орнатсақ, ол қайтадан өзінің орнына келеді. Изменить эффект, установить эффект. Біз бұл жерден көптеген эффектілер табамыз. Цвет, яғни оның түсі, мысалы, 25-ті бассақ, өзгереді. Ал егер рыбы глаз дейтін болсақ, ол қалай айтсам болады, міне былай. Үлкейіп кете береді. Яғни өзіміз қарап тұрғандаймыз. Енді мына жерде рыбы глаз 0-ге қоятын болсақ, ол орнына келді. Завихрение, ол айналу. Айналып бізге көрінбей кетеді. Порталдың ішіне кіріп кеткендей болады. Енді біз бұны қайттан орнына қояйық. Укрепление пикселей дейді. Бұл, міне, яғни бұлдыр болып өзі пикселдерге айналып кетеді. Көрдіңіздер ғой? Ал біз бұны мына жерден басатын болсақ, ол 0-ге, яғни өзінің орнына қайтып келеді. Және біз мына жердегі завихренияны орнына қойсақ, мозаика бұл, ол бөлшектеледі де көптеген бөлшек болып шығады. Міне, бағана біреу еді, 16 бөлшекке шашып кетті. Тағылсақ, одан да көп. Сөйтіп, ол көбейе береді. Жақындатып қарайтын болсақ, міне, берді үлкейтіп алуға болады. Бірақ бұл бастағанда ол қайтадан жоқ болып кетті. Себебі біз бүкіл эффектілерді бастағанда жойып жібереді. Яғни мозаика деген осы. Яркость, жарықтандыру. Егер біз жарықтандырсақ, ол қатты жарқырайды. Жарқыраған соң бізге көрінбейді. Сондықтан біз яркостьті 0-ге қоямыз. Ал прозрачность, бұл оның көрінбей кете беруі. Мысалы 25-ге. Міне бір басқа кезде ол бізде көрінбей кетті. Яғни бұлдыр
алдынан тұман шыққандай. Тағы бір бассақ, ол одан сауады. Тағы бір бассақ, одан сауады. Енді бір бассақ, мүлдем жоқ. Нөлге қоятын болсақ, қайта көрінеді. Убрать графические эффекты. Яғни біз бұл жердегі бүкіл эффектілерді жойып тастайық. Содан 2 рет басайық, кривой глазды 1 рет басайық, цветті 1 рет басайық, завихрение басайық, укрепление пикселей, мозаика, яркость міне. Енді біз мынаны басатын болсақ, бұлардың бәрі қазір орнына келеді. Міне. Бәрі бір өзінің орнына келді. Спрятаться, показаться. Яғни аяқта айтып тұрғандай бұл көрді және көрінбеу. Ол мына жерде бар. Мынау көрінбей қалады. Міне көз сызықша болып жауып тұр. Мынаны бассақ көрді. Мынау бұл мынау сол жағы. Ал мынаусы ол оң жағы. Ал перейти да переді слой, перейти да вперед на один слой. Яғни бізде әрбір кейіпкердің өзінің слойлары болады. Егер біз бір шығарайық үлкен фигура ортасына қояйық. Енді оны мынаның алдын жауып қойып қоятын болсақ, енді біз мына передний слойды басатын болсақ, ол шаршының алдына шығып кетеді. Ал задний слойды бассақ, артына кетеді. Вперед на один слой. Яғни тағы біреуін ашайық. Енді бұл домалақ болсын. Үлкен домалақ. Енді біз мынаны перейти вперед на один слой. Яғни бұл мына шаршымен мына дөңгелектің ортасына келді. Мына ортасында тұр. Міне ашсақ, міне ортасында. Енді мынаны тағы бір басатын болсақ, ол оның екеуінің де алдына шығып кетті. Заднийді да назадты да сөйтіп солай. Бір бассақ мынаның ортасына келді. И тағы бір басатын болсақ, ол бәрінің артына кетіп қалады. Міне жоқ. Көрдіңіздер ғой. Костюм нөмір бұларда айнымалы мен операторларға арналған блоктар. Бұларды да осы операторлар мен айнымалы блоктарында өтетін боламыз. Бүгінге осы, сау болыңыздар. Келесі көріскенше